Сәлем, Mystery Recap, бүгін мен сіздерге триллер фильмді баяндаймын. Panic Button. Спойлерлер алда. Сақ болыңыздар және абай болыңыздар. Оқиға Джодан басталады. Ол 5 жасар қызын әжесіне бірнеше күнге қалдырып, ерекше сапарға шығады. Кішкентай қыз анасымен өте жақын болғандықтан қатты қайғырады. Джо оған телефон беріп, сағынған кезде қоңырау шалуға болатынын жұбатады. Ол таксиге мініп кеткен соң, әжесі қызды жоғарыға шығарады. Кенеттен маска киген біреу есікті бұзып кіріп, мылтықты әйелге қаратып, оны бірден өлтіреді. Ал бейхабар Джо әуежайға жетеді. Анықталады, оның сапары All Together атты әлеуметтік желі ұйымдастырған. Ол және тағы 3 қатысушы Гвен, Макс және Дейв бақытты жеребе арқылы жеңімпаз атанып, Нью-Йоркке 3 күндік тегін сапарға жеке ұшақпен барады. Төртеуі веб-залда кездеседі, бір-бірімен танысады және бірден қымбат әңгімелерге кіріседі. Дейв өзін комедияшы санайды, бірақ шын мәнінде өте жағымсыз жігіт. Ол Джодан отбасы туралы ыңғайсыз сұрақтар қоя бастайды. Анықталады, ол әрқайсының әлеуметтік желі парақшаларын алдын ала зерттеп қойған. Қыздар да ұялшақтап, солай істегендерін мойындайды. Осы кезде дауыс хабарлайды. Нью-Йоркке ұшу барысында ойындар ойнап, қымбат сыйлықтар ұтып алуға болады. Бірақ бір шарт бар, ұшаққа мінер алдында ұялы телефондарын тапсыру керек. Топқа бұл бір түрлі көрінеді, бірақ жеке ұшақты көрген соң бәрі ұмытып, телефондарын қызметкерге береді. Төртеуі ұшаққа мінеді. Ішкі безендіру, кеңістік, алкогольдің түр-түрі, әркімге жеке LED экран, керемет дәретхана, бәрі керемет. Олар бұрын-соңды мұндай нәрсені көрген емес, қатты қуанышта. Көп ұзамай хост интерком арқылы қарсы алады. Ойындар жақында басталатынын, ұтып алатын сыйлықтар концертке, VIP билеттер және 4 дөңгелекті көлік екенін айтады. Қатысушылар қуанып, белбеулерін тағып отырады. Ұшақ Лондоннан көтеріледі. Хост әдеттегі ұшу ақпаратын береді, бәрі қалыпты көрінеді. Макс есептеп, Нью-Йоркке шамамен 6 сағатта жететінін айтады. Ал қобалжыған Гвен шетелге алғаш шығып тұрғанын, ұшудың өзі бірінші рет екенін мойындайды. Дейв бірден шампан ашып, төртеуі тойлай бастайды. Біраздан соң хост үзіп. Енді бірінші раунд басталады дейді. Ол крокодил аватармен пайда болады, және алдымен шарттар мен ережелерді оқуды сұрайды. Қатысушылар тез арада оқып шықпай, қабылдау түймесін басады. Хост түсіндіреді. Ойын соңына дейін жалғасады, ережені бұзған адам жазалады. Бірінші ойын викторина. Әрқайсына өз әлеуметтік желі парақшасындағы деректерге негізделген сұрақтар қойылады. Шындықты айту керек. Бірінші Дейв. Оған 3 сұрақ. 1. Жексенбілік футбол лигасында командаң үшін қанша гол соқтың? Дейв сенімді түрде 9 дейді. 2. Денеңде тату бар ма? Иә, белдің төменгі жағында дейді. 3. Қыздың суретін көрсетеді. Оны танисың ба? Дейвтің жүзі өзгеріп, үнсіз қалады. Хост суреттің бірнеше апта бұрын түсірілгенін айтады. Дейв, ешқашан көрмеппін дейді. Хост үшеуі қате екенін хабарлайды. Дейв бұл маусымда 1-1 гол соқпаған, қарсыласқа шабуыл жасаған үшін шеттетілген. Белінде тату жоқ, бірақ 3 жыл бұрын басқа жерге салдырған. Ал суреттегі қыз француз Ами. Дейв онымен өткен аптада кездесіп, ішіп-жеп түн өткізген. Ол құда түскен бола тұра осыны жасырып, таңертең Амиді блокқа қойған. Бұл ақпаратты естіген топтың көңілі түседі. Дейв қалайша мұндай жеке мәліметтерді білетінін түсінбейді. Кезек Джоға келеді. Викторина оның бұрын нашақор болғанын, ұзақ уақыт реабилитацияда жатқанын ашады. Сонымен қатар 5 жасар қызы бола тұра, сыртқы келбетін өзгертіп, танысу сайттарына батыл суреттер жүктейтін көрінеді. Джо 2 сұраққа дұрыс жауап береді, бірақ жеке өмірінің ашылуынан ұялады. Содан кейін Макс. Оған өте қарапайым сұрақтар қойылады, бірақ бәрін қате жауап береді. Хост оның өз өмірі туралы ештеңе білмейтінін айтады. Содан кейін Макстың All Together'де алғашқы сатып алғаны жыныс мүшелеріндегі папилломаларға қарсы дәрі екенін, сондай-ақ Дженнифер деген қыздың парақшасын 234 рет қарап шыққанын ашады. Соңғысы Гвен. Оның құпиялары да ашылады. Ол онлайн кеңесші болып жұмыс істейді, бірақ адамдарды троллейді,
әсіресе кіші курстас Нилді қатты қинаған. Оған арнайы форум құрып, оны мазақ еткен. Топтың бәрі таңғалып, ұялып қалады. Бірақ көп ұзамай бәрі күліп, ең жаманы артта қалды деп ойлайды. Джо сыртындағы ауа райы нашар екенін байқайды, бірақ болжам бойынша ашық болуы керек еді. Ол басқаларға айтады, бірақ ешкім мән бермейді, бәрі мас тек ұтыс ойлайды. Көп ұзамай хост екінші раундты жариялайды, өтірік пен шындық. Ол All Together'дің миллиондаған пайдаланушысы бар екенін, олардың қызығушылықтары, армандары бөлісетінін айтады. Кейбіреулер үшін бұл маска киетін жер, ал кейбіреулер үшін шынайы өздері болатын жер. Содан кейін қорқынышты видео қосылады. Байланған ер адамды белгісіздер ұрып соғады. Ол көмек сұрайды, бірақ мылтықпен атып тастайды. Хост Джодан бұл видеоны қайдан көргенін сұрайды. Джо есіне түсірмейді. Содан кейін оның интернет тарихы көрсетіледі, ол видеоны бірнеше рет қарап, достарына жіберген. Демек, ол басқалардың азап шегуін ұнатады. Гвенге де жеке мәліметтер көрсетіледі, ол ешқашан ер адаммен физикалық байланыста болмаған, бірақ онлайнда өте тәжірибелі болып көрінеді. Дейвтің тарихы ашылады, ол жиі жапондық ересек сайттарға кіріп, кәмелетке толмағандар туралы видеолар іздейді. Дейв ашуланып, бәрі жеке нәрселер істейді дейді. Басқалары оны соттай бастайды. Дейв ойыннан шығатынын айтып, пилот кабинасына кіріп, парашютпен секіремдеп әрекет етеді, бірақ ештеңе шықпайды. Хост Дейв ережені бұзғанын айтып, достар тізімінен кездейсоқ біреуді таңдайды. Видеода маска кигендер оның бөлмесіне кіріп байлап, бетінен атады. Топ қорқып кетеді. Дейв мұның жай трюк, миллиондаған адам қарап отыр деп ойлайды. Макс полицияға хат жазуға тырысады, бірақ бәрі бұғатталған. Хост Макстың сыртқы әлеммен байланысуға тырысқанын айтып, тағы бір досын жазалайды. Ален деген жігітті лифт жанында ұрып соғып, биіктен лақтырады. Енді бәріне түсінікті болады, бұл өлім ойыны. Джо сыртында қала шамдарын көреді. Нью-Йоркке баратын жолда Атлант мұхиты болуы керек еді. Демек, олар басқа жаққа ұшып барады. Макс инженер әрі хакер екенін айтып, жабдықтарды бұза бастайды. Жасырын экран тауып қосады. Ұшақ Ослоға All Together штаб пәтеріне қарай ұшып бара жатқанын біледі. Бәрі дүрбелеңге түседі. Хост үшінші раундты жариялайды. Ереже. Әрқайсысы дәретханаға кіріп, жеке тапсырмалады. Бас тартса туысы өледі. Джо бірінші кіреді. Құлаққап арқылы хост оған тапсырма береді. Орындамаса қызы өледі. Ешкімге айтпауын ескертеді. Дейвке құдасының өмірі үшін тапсырма. Макске ағасы үшін. Гвенге әпкесі үшін. Уақыт 45 минут. Орындамаса, ұшақ All Together ғимаратына соғылады. Макс ашуланып, экранды балтамен ұрып тастайды. Оған біреуді өлтіру тапсырылғанын, бірақ орындамасын айтады. Ережені бұзған үшін ағасының бір қолын кеседі. Видеода ағасы айқайлайды. Макс бомба тастайды. Видео көрсетілген адам оның ағасы емес. Ол шынайы Макстың аккаунтын бұзып, бұл сапарға қатысқан. Сондықтан бірінші раундта бәрін қате жауап берген. Бәрі таңғалып, оның кім екенін сұрайды. Макс хост туыстарын өлтірмес үшін атын айтпайды. Дейв оны ұрып төлқұжатын тексереді. Рас екені анықталады. Дейв дәретханаға кіреді. Оның тапсырмасы Макстың шынайы атын анықтау. Бірақ хост әлі де құдасын босатпайды. Жаңа тапсырма. Максты өлтіру. Уақыт 3 минут. Орындамаса құдасы өледі. Джо бәріне сусын құяды. Макс бәрін ішіп қояды. Дейв дәретханадан шығып, балтаны алып, Максқа шабуылдайды. Макс жараланады, бірақ күресте Дейвті жеңіп, балтамен өлтіреді. Хост Дейв тапсырманы орындамағанын айтып, құдасының тұншықтырылғанын көрсетеді. Гвен дәретханаға кіреді. Оның тапсырмасы Дейвті өлтіру еді, бірақ Макс деп қойған. Жаңа тапсырма Максты азғырып, жыныстық қатынасқа түсу. Әпкесінің өмірі ставкада. Гвен шығып, Дейвтің денесін ұшақ қызметкерлер бөлмесіне апарады. Макстың көйлегін шешіп, жарасын емдеймін деп, кенеттен оны сүйеді. Макс бас тартқанда тапсырманы ашады. Макс оған аяп келіседі.
Бірақ жүк бөлігіне жақын екенін түсініп, ноутбугын алып, полицияға хабарламақ болады. Гвен оны тоқтатпақ болады. Хост оған соңғы мүмкіндік береді Максты тоқтату. Гвен балтаны алып, Максты өлтірмек болады. Джо оны ұстап, тұншықтырып өлтіреді. Бұл Джоның тапсырмасы болған. Гвеннің әпкесі өртенеді. Макс ашуланып, балтамен жүк бөлігінің есігін бұзады. Ішке кіргенде қорқынышты иіс сезеді. Пластик пакеттерде бірнеше өлік бар. Оның ағасы да солардың ішінде. Джо әжесінің мәйітін табады. Демек, барлық туыстары ұшаққа мінер алдында өлтірілген. Видеолар алдын ала жазылған. Макс сөмкесінен ноутбук алып, полицияға хабарламақ болады. Бірақ кабина есігі ашылып, пилот тазермен шығады. Макс берілмейді, бірақ пилот ноутбукты жояды. Макс пен Джо пилотқа шабуылдап, неге мұны істеп жатқанын сұрайды. Пилот та қысымда екенін айтады. Макс кенет ауырып құсады. Джо оның ішкенін улаған. Ол Гвенге арнап оқиған, бірақ Макс бәрін ішіп қойған. Пилот осы сәтті пайдаланып, Джоны тазермен ұрып, кабинаға кіреді. Джо есін жиғанда, хост соңғы видеоны көрсетеді. 15 жастағы Люси All Together'де тікелей эфирге шығып, ұйықтататын дәрімен қайтыс болған. Ұшақтағы бесеу Дейв, Макс, Гвен, Джо және пилот оның өлімін көріп отырып, жазбаша түрде мазақ еткен, бәлендей комментарий жазып, видеоны таратқан. Хост Люсидің әкесі. Ол қызын өлтірген үшін бесеуінен кек алып, әлеуметтік желі компаниясын жоюды көздеген. Сондықтан ұшақ штабқа қарай ұшып барады. Джо қатесін мойындап, қызы тірі ме деп сұрайды. Хост оны да өлтіргенін айтады. Ұшақ 5 минуттан соң соғылады. Джо соңғы жақсы істі жасамақ болып, балтамен ұшақтың есігін бұзады. Қысымнан ол сыртқа сорылып кетеді, бірақ ұшақ ғимаратқа емес, мұхитқа құлайды. Осылайша мыңдаған қызметкер құтқарылады. Соңғы көріністе хост көрінеді, қарт кісі жертөледе отыр. Анықталады, ол Джоның қызын өлтірмеген. Оны асырап алған және тәрбиелеп жатыр.